Сіз мұны шөл деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл ағзаның соңғы айқайы. Таңертең көзімізді аштыңыз. Аузыңыз кеуіп, тіліңіз таңдайыңызға жабысып қалған. Жұтыну мүмкін емес. Тамағыңыз тастай. Көп адамдар мұны кешке тұзды тамақ жедім, су ішуім керек деп өзін алдайды. Тоқтаңыз. Бүгін мен Мирас Ерланұлы. Бұл жай ғана шөлдеудің артында не тұрғанын айтқым келеді. Бұл шөл емес. Бұл денеңіздің сізге жіберген тез құтқар деген сигналы. Егер таңертең осылай оянсаңыз, ағзаңыз іштей өртеніп жатыр. Бүгінгі видеода мен сізге ешбір дәрігер айтпайтын шындықты айтамын. Дайын болсаңыз, бастайық. Сілекей. Бұл сіздің ауыз қуысыңыздағы тірі қалқан. Ол таусылған сәтте қорғаныс қабырғасы құлап, ағзаңыз бактериялардың ашық шабуылына ұшырайды. Бірақ мәселе тек тістің шіруі немесе жағымсыз иіспен шектелмейді. Мұқият тыңдаңыз. Біріншіден, сілекей ас қорытудың алғашқы сатысы. Егер ол жетіспесе, асқазан ішек жолдарына ауыр салмақ түседі. Сіз тамақ ішіп жатқан жоқсыз. Ағзаңызды құрғақтай қинап жатырсыз. Екіншіден, сілекейдің құрамындағы арнайы ферменттер мен лизоцим заты болмаса, ауыз қуысы инфекцияның ошағына айналады. Бұл жерден бактериялар қан арқылы бүкіл денеңізге тарайды. Түнде біз ұйықтағанда сілекей бездерінің жұмысы баяулайды. Ал егер сіздің ішкі мүшелеріңізде жасырын кінәрат болса, бұл баяулау шөл далаға айналады. Бұл жай ғана судың жетіспеуі емес. Бұл бездердің, демек, бүкіл гормоналды немесе зат алмасу жүйесінің істен шыға бастағанын белгісі. Тіс дәрігерлер мен терапевттер үшін ауыздың құрғауы диагноздың басы. Егер таңертең тіліңіз таңдайыңызға жабысып оянсаңыз, бұл ертеңге қалдыруға болмайтын деген белгі. Енді ең маңызды сұраққа келейік. Неліктен бұл жағдай дәл сізде қайталана береді? Көпшілік мұны бөлмедегі ауаның құрғақтығынан немесе кешкі астағы тұзды тамақтан көреді. Әрине, бұл факторларда әсер етеді. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, егер ауыздың кебуі әдетке айналса, мәселе кереңде жатыр. Ағза өте күрделі механизм. Ол ешқашан себепсіз сигнал бермейді. Ауыздың кебуіне көп адамдардың мән бере бермейтін негізгі 7 себебі бар. Осы тізімді мұқият тыңдаңыз. Мүмкін сіз өзіңізді мазалап жүрген сұрақтың жауабын дәл қазір табарсыз. Бірінші себеп – дәрі-дәрмектердің жанама әсері. 40 жастан асқан адамдардың жартысына жуығы осы мәселемен бетпе-бет келеді. Қан қысымын түсіретін дәрілер, аллергияға қарсы препараттар, антидепрессанттар мен ауырсынуды басатын дәрілер сілекей бездерінің жұмысын тежейді. Көбіне адамдар бұл екі жағдайды байланыстырмай, жылдар бойы шөлден зардап шегеді. Менің кеңесім, егер жаңа дәрі іше бастағанда аузыңыз кебе бастаса, міндетті түрде дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дозаны реттеу немесе уақытын өзгерту мәселені бірден шешуі мүмкін. Екінші себеп – ұйқыдағы ауызбен тыныс алу және апноэ. Егер түнде ауызбен тыныс алсаңыз, таңертең аузыңыздан құм тапқандай сезімде боласыз. Бірақ бұл жай ғана қолайсыздық емес. Бұл жиі ұйқы апноэсімен, тыныстың түнде бірнеше секундқа тоқтап қалуымен байланысты. Ми оттегіге ашырады. Жүрек шамадан тыс жұмыс істейді. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Түн ортасында су ішу үшін жиі оянасыз ба? Егер иә болса, бұл қауіпті сигнал. Үшінші себеп – қант диабетінің жасырын белгісі. Көптеген адамдар диабет туралы мүлдем ойламайды. Алайда қандағы қант деңгейі көтерілгенде, ағза артық глюкозаны шығару үшін бар сұйықтықты жұмсайды. Нәтижесінде таңертеңгі қатты шөл мен ауыздың кебуі. Кейде бұл симптом диагноз қойылмай тұрып, ағзаның берген ең алғашқы белгісі болады. Төртінші себеп – физиологиялық сусыздану. Жас ұлғайған сайын мидағы шөлдеу орталығының сезімталдығы төмендейді. Адам жай ғана су ішуді ұмытып кетеді. Түнде ағзадағы сұйықтық қоры таусылып, таңертең еріннің кезеріп, тілдің күрмелуіне әкеледі. Шешімі қарапайым. Күні бойы су ішу режимін қатаң сақтау керек. Бесінші себеп – созылмалы стресс және жүйке жүйесі. Ұзақ уақыт бойы мазасыздықпен өмір сүрсеміз, ағза күрес немесе қаш режиміне ауысып, стресс гормондарын көптеп бөледі. Бұл гормондар сілекей бездеріне тоқта деген команда береді. Денсаулық, отбасы немесе қаржылық қиындықтарды ойлап уайымдайтын жандарда бұл симптом жиі кездеседі. Ағзаңыз сізге «мен шаршадым, демал» деп айғайлап жатыр. Алтыншы себеп – мұрынмен тыныс алудың қиындауы. Мұрын пердесінің қисаюы, созылмалы гайморит немесе аллергиялық ринит. Мұның бәрі сізді түнде ауызбен тыныс алуға мәжбүрлейді. Түні бойы ауыз арқылы өткен ауа ағыны шырышты қабатты кептіріп жібереді. Мұндай жағдайда шешімді ауыздан емес, лор дәрігерінен іздеген жөн.
Жетінші себеп. Сілекей бездерінің тікелей аурулары. Кейде мәселе тереңде жатыр. Сілекей бездерінің қабынуы немесе олардың функциясының бұзылуы. Мысалы, Шегрен синдромы сияқты сирек дерттер. Бұл жағдайда тек су ішу көмектеспейді. Бездердің неге ұйықтап қалғанын анықтау үшін арнайы тексерістен өту қажет. Бұл мәселелерді шешуге болады. Менің кеңестеріме құлақ асаңыз, бірнеше күн ішінде таңертең сергек ояна бастады. Міне, сіз бүгіннен бастап жасай алатын нақты қадамдар. Су ішу режимін өзгерту. Ұйықтар алдында тура 1 сағат бұрын 1 стақан таза су ішіңіз. Дәл жатар сәтте емес, дәл 1 сағат бұрын. Бұл ағзаға түнде сұйықтық мөлшерін сақтауға мүмкіндік береді. Тыныс алуды бақылаңыз. Егер таңертең ерніңіз кеберсіп немесе тамағыңыз ауырып оянсаңыз, бұл ауызбен тыныс алғаныңыздың белгісі. Жақындарыңыздан түнде қорылдайсыз ба, немесе аузыңыз ашық ұйықтайсыз ба деп сұраңыз. Дәрілерді тексеріңіз. Егер жаңа дәрі іше бастағаннан кейін шөл пайда болса, дәрігерге айтыңыз. Кейде дозаны сәл өзгертсе, бәрі қалпына келеді. Ауа тазалығы. Жатын бөлмені ұйықтар алдында желдетіңіз. Тым құрғақ және ыстық ауа шырышты қабаттың жауы. Кешкі астағы шектеу. Ұйықтар алдында тұзды, ащы тағамдардан бас тартыңыз. Тұз ағзадағы суды байлап тастап, сізді іштей сусыздандырады. Ауыздың кебуі – бұл ағзаның үнсіз айқайы. Мына жағдайларда ағзаңызда болса, егер шөл 2 аптадан астам уақытқа созылса, шөлмен қатар кіші дәретке, несеп шығаруға жиі барсаңыз, бұл диабеттің нақты белгісі болуы мүмкін. Таңертең үнемі шаршап оянсаңыз, бұл апноэні тексеру керек. Бірден дәрігерге барыңыз. Дәрігерден жалпы қан анализімен қандағы қант деңгейін тексеру, бұл бар болғаны 15 минуттық жұмыс. Бірақ ол сізді үлкен қауіптен сақтап қалады. Біздің ағзамыз өте ақылды жүйе. Ол ешқашан белгіні себепсіз бермейді. Тіпті ауыздың кебуі сияқты кішкентай симптом денсаулығыңызға көбірек көңіл бөлу керек деген нұсқау. Жасымыз ұлғайған сайын денеге көбірек жанашырлық пен күтім қажет. Егер сіз оны тыңдасаңыз, ол сізге ұзақ жылдар бойы мінсіз қызмет ететін болады. Бүгіннен бастап, жатар алдында 1 сағат бұрын су ішуді әдетке айналдырыңыз. Бұл қарапайым, тегін, бірақ өте маңызды алғашқы қадам. Видео пайдалы болса, лайк басыңыз. Дәрігер Мирас каналына жазылыңыз. Бұл жерде тек шынайы тәжірибе мен пайдалы кеңестер айтылады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар.